Сәлеметсіздер, құрметті достар. Бүгін біз пиязбен тәжірибе жасаймыз. Ол қыс және күз мезгілдерінде тұмау аурумен ауырмас үшін пиязды пайдалануға болады. Ол үшін бізге бір пияз, 50 грамм бал, 2 ас қасық қант және қайнаған су керек. Біріншіде бізге пиязды ашып, үткіштен өткізу керек. Енді үткіштен өткізілген пиязды ыдысқа саламыз. Енді 50 грамм бал қосамыз. Сосын бізге 2 ас қасық қант керек. Үстінен қайнаған су құямыз. Енді бұлғаймыз. Ыдысты жауып 1 сағатқа суытып қоямыз. Міне біздің тұнбамыз дайын болды. Енді мен күніне 3 рет тамақтан кейін ас қасықпен ішіп отырамын. Сау болыңыздар, сіздерге зор денсаулық тілеймін.